Баршаңызға сәлем. Бүгін каналда қарастыратын тақырыбымыз газдардағы электр тоғы деп аталады. Қарап отырсаңыздар, сіздердің алдарыңызда кішігірім тәжірибе берілген, яғни электрометр және пластина берілген. Енді осы пластиналар арасында әрине немен толтырылуы мүмкін? Газбен. Сондықтан да ең алдымен зарядталған немесе электрленген электрометр кенеттен екі пластинаның арасындағы кеңістікті қыздырған кезінде ол өзінің зарядынан айырылып қалады екен. Енді осыны түсіндіру барысында бүгін біз газдардағы электр тоғымен түсіндіреміз. Қарапайым жағдайда газдың электр өткізгіштігі сыртқы әсерге тәуелді екендігін байқадық. Көбіне газ ретінде біз ауаны қарастырамыз. Қалыпты жағдайда ауа диэлектрикке жатады. Дегенмен, мынандай суретке назар аударайық. Қарап отырсаңыздар, ток көзіне қосылған екі пластина және амперметр. Қарапайым жағдайда тоқ жоқ. Әрине, не үшін жоқ деген сұрақ туындайды. Себеп тізбегіміз тұйықталмаған. Қарап отырсаңыз, ортасы ашық. Енді біз от жақындатқан кезінде, демекте ортасындағы ауаны қыздырған кезінде, бізде кенеттен тоқ пайда бола бастайды. Ал себебі неде деген сұрақ туындайды. Себебі ауаның молекулалары оң ион және электрондарға жіктеледі екен. Сыртқы әсерден ауаның молекулалары ионға және электрондарға бөлінеді. Газдарда электр тоғын тасымалдаушы бөлшек, сондықтан да біз электрон мен оң ион дейміз. Ал кей жағдайда негізінен теріс ионда бөлінеді. Кейбір тесттерде қарастырған кезінде электрон, оң ион және теріс ион деп берілсе де, ол да дұрыс болып саналады. Дегенмен, оң ион мен электрон кездесіп қалған жағдайда олар қосылып, қайтадан бейтарап молекула түзуі мүмкін екен. Оны бірақ біз физикада рекомбинация деп атайды екенбіз. Сонымен газдың иондаушысы жоғары температура, рентген, ультракүлгін сәулелер және альфа сәулелер екендігін білдік. Разряд ионизаторының көмегімен өтетін болса, онда оны тәуелді, сыртқы әсердің көмегінсіз өтетін болса, оны тәуелсіз деп атаймыз. Дегенмен, тәуелсіз разряд бізде бірнеше түр бар екен. Яғни олар солғын, ұшқын, доға және тәж разряд деп аталады. Енді осының әрқайсысына жеке тоқталып өтейік. Және олар табиғатта тәуелсіз разряд барлығы дерлік кездеседі. Біріншісі солғын разряд. Солғын разряд бұл шыны түтікше төменде қысымда газбен толтырылады. Электр өрісінің әсерінен үлкен кинетикалық энергияға ие болған электрондар бейтарап атоммен соқтығысып, атомды қоздыра бастайды. Қозған атом қалыпты жағдайға өткенге дейін артық энергиясы жарыққа түрленіп, анод пен катодтың арасында жарық бағаны пайда болады. Енді осыны сіздер мынау неден көрсеңіздер болады келесі слайд-шоуда. Міне, артық ие болған, энергия болған электрондар, атомдар соғып, нәтижесінде атомдар қозып, өзінен жарық шығара бастайды екен. Ал енді оны қай жерде қолданамыз? Оны біз күндізгі шамдарда, сонымен қатар жарнамалық түтікшелерде осы солғын разрядты қолданады екенбіз. Және лазерлерде. Ал енді келесі бізде ұшқын разряд. Ұшқын разряд бұл қалыпты атмосфералық қысымда үлкен потенциалға дейін зарядталған денелер арасында пайда болады. Оған мысал ретінде біз бұлттарды, яғни жатқызуымызға болады екен. Қозғалыс кезінде бұлттар электрленеді және бізге найзағайда пайда етеді. Потенциал миллион вольт, кейде миллиард вольтқа дейін жететін бұлттар арасында зарядталған бөлшектер ағыны пайда болады екен. Келесі разрядтың түрі доға разряд деп аталады. Қалыпты атмосфералық қысымда төменгі кернеудегі ток көзіне жалынған екі өткізгіш арасында пайда болады. Кедергісі үлкен өткізгіш жоғары температураға дейін қызып, үлкен жылу бөлінеді. Доға разрядына мысал ретінде біз электр пісіргіш немесе сварканы жатқызамыз. Ортасындағы бізде токшы 1 килоамперге дейін жетеді екен. Келесі разряд бізде тәж разряд деп аталады. Қалыпты атмосфералық қысымда ұшы сүйір денелер зарядталғанда, оны қоршаған ауа молекулалар жоғары кернеуліктің әсерінен бір-бірімен соқтығыса бастайды. Нәтижесінде ауаның молекулалар қозып, қосымша энергия жарыққа түрленеді екен. Яғни осындайда сіздер көрсеңіздер болады екен. Ұшы сүйір денелердің арасында қалыпты атмосфералық қысымда пайда болады. Жалпы бұл тәж разряды бізде тарихта қалған.
Магелланның ұлы Магелланның кемесінде теңізші осы болған оқиға бойынша арнайы жазба қалдырған екен. Оны әулие Элмшамдар деп атап кеткен Тәж разрядын. Қалай болған екен? Ол өзінің оқиғасында Магелландағы теңізші айтады, далада үлкен найзағай болып жатыр еді, яғни найзағай екендігін, қараңғы олар теңізде жүзіп бара жатқан кезінде. Біраз уақыт өткен екен дейді, соншама мачтаның төбесіндегі барлық мачтадағы тұрған денелер өзінен өзі не істей бастайды, жарқырап шам сияқты жалтырай бастайды. Оны ол әулие Элм келді деп, әулие Элм шамдар деп атап кеткен. Егер де тарихта әулие Элм шамдар деген осындай сөз тіркесін кездестірсетін болсаңыз, онда ол Тәж разряды жөнінде айтылып жатқандығын байқауға болады. Сонда теңізші айтқан, кем дегенде 1-2 сағаттай қасымызда болып, нәтижесінде біздің көңілімізді сәлде болса көтерді деген. Келесі, жалпы біз жер бетінде заттың агрегаттық үш күйі бар деп айтамыз. Бірақ та біз плазманы ұмытпауымыз қажет. Плазма жер бетінде кездеспегенмен, ғарыштағы барлық денелердің 99% осы плазмадан тұрады екен. Плазма атомдарының немесе молекулалардың басым көпшілігі иондалған газ. Плазма деп оң және теріс зарядтардың мөлшері өзара тең, заттың электрлік жағынан бейтарап күйін айтады. Иондалу коэффициентіне байланысты жартылай иондалған, толық иондалған бұл плазма бөлінеді. Сонымен қатар, бұл жерде иондалу коэффициентіне байланысты альфа иондалу коэффициенті, мұнда n дегеніміз көлем бірлігіндегі иондалған атом саны, n0 дегеніміз көлем бірлігіндегі жалпы атом санына. Плазма температурасына байланысты қосымша жоғары температуралы плазма және төмен температуралы плазма деп бөлінеді. Плазма жер бетінде кездеспегенмен біз техникада көп қолданамыз. Бұл мысалы бізде арнайы реакторларда және қосымша бізде LED экрандарда немесе плазма телевизорлар деп айтуымызға болады екен. Ал енді осыған байланысты біз бір есеп шығарайық. Қарап отырсаңыздар, ешқандай формула берген жоқ сияқтымын, бірақ дегенмен қалай есеп шығарамыз деген сұрақ туындайды. Сутек атом иондау үшін электрон қандай минимал жылдамдыққа ие болу қажет дейді. Иондалу потенциалы 13,5 вольт дейді. Демек те бұл жерде кинетикалық энергиясы бар. Бірден жазам, m көбейтілген v квадрат бөлінген 2 тең болады e көбейтілген u. Демек те потенциалымыздың біреу бар болса, екіншісі 0-ге тең. Себебі u дегеніміз бізде потенциалдар айырымына тең екендігін ұмытпаймыз. Осы жерден v-ны тауып алу үшін мен түбірасын алам. 2 көбейтілген e көбейту u бөлінген m. Масса мен e ол тұрақты, сондықтан да бірден жазсақ болады. Элементар заряд немесе электрон мен протон е болатын заряд ол 1,6, оның минус 19 дәрежесі. Тек қана таңбасы әртүрлі демесек. Көбейтеміз 13,5 бөлеміз электрон массасы 9,1, оның минус 31 дәрежесі. Енді 31 жоғары барса плюс болып барады, алса оның 12 дәрежесі, 12 дәрежесінен түбірасынан жартысы шығады. Демек те 6 дәреже бізде бар, оның 6 дәрежесі. Ал түбірасынан көбейтіп бөлген кезінде және түбірасынан шығарған кезінде бізде 2,2 көбейтілген оның 6 дәрежесі метр секунд деген шығады. Оны мегаметр секундқа айналдыру үшін 2-де 2, оның 6 дәрежесі метр секунд деп жазсам болады екен. Бұл бізде 115 беттегі жаратылыстану математика бағытындағы физика 10 бөлімнің 115 бетінде берілген есеп еді. Міне осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Газдардағы электр тоғы. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.